Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздермен үй жағдайында өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын оқтаусыз балды торт жасайтын боламыз. Ол үшін осы видеоның соңына дейін көріп, каналға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен корждарын дайындаймыз. Ыдысымызға сары майымызды және қантымызды салып, жақсылап ерітіп аламыз. Газдың астын орташа қылып қоясыздар. Міне осылай еріді. Енді үстіне балымызды қосамыз. Тағы да араластырып аламыз. Ендігі кезекте ас содамызды салып, тағы да жақсылап араластырасыздар. Дәл видеодағыдай жасайсыздар, ешқандай қиындығы жоқ. Мен барлық заттың құрамын осы видеоның астындағы описание бөліміне жазып кетемін. Міне массамыз осылай көпірді. Енді жақсылап араластырып, бөлек ыдысқа құйып суығанша алып қоямыз. Және де бөлек ыдысқа 4 жұмыртқамыздың үстіне шым-шым тұз салып, жақсылап миксердің көмегімен ағарғанша миксерлеп аламыз. Міне массамыз осылай ұлғаяды, ағарады. Осы кезде жаңағы ерітілген, суыған массамызды құйып, тағы да жақсылап бәрін бір келкі етіп араластырып аламыз. Араластырып болған соң үстіне алдын ала електен өткізілген ұнымызды қосып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Мен барлығы осылай бір келкі болу үшін миксердің көмегімен араластырып алдым. Осындай қоюлықтар шығады. Пергамент қағазын алып, форманың көлемін сызып алдым. Осылай 2 ожаудан құйдым. Құйып болған соң қасықтың көмегімен жан-жағына апарып бір келкі етіп жайып аламыз. Бір келкі етіп орналастырып болған соң, қызып тұрған пеште 200 градуста 5-6 минут көлемінде пісіріп аламыз. Міне менде пісіп шықты, өте жұмсақ болып шығады. Ал енді кремін дайындаймыз. Менде 20% қаймақ, оған вареный сгущенка қостым, екеуін жақсылап миксерлеп аламыз. Миксерлеп болған соң, енді корждарымызды жинаймыз. Корж крем, солай барлығын жинап шығамыз. Және де менің YouTube арнамнан көптеген басқа да рецептерді таба аласыздар. Менің каналымды жоғалтып алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сонда менің арнама жаңа видео шыққан кезде алғашқылардың қатарынан көретін боласыздар.
қалған кремді жан-жағына жағып шығасыздар. Мен бір корыжды арнайы ұнтақтап, осылай бетіне әрі жан-жағына толықтай сеуіп шықтым. Мен осылай жасап, бір түнге қалдырып қойдым. Өте жұмсақ, әрі дәмді болып шықты. Өзіме қатты ұнады, сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Мен сіздерге ішін бөліп көрсетейін. Жасап көріңіздер, ас болсын.